Мұсылман бауырмен жүздесу. Екі мұсылман кездесіп, бірі екіншісінен қайдан келдің деп сұрайды. Сапардан келген адам: мен Қағбаны тауып етіп пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам қабірін зиярат еттім. Ал өзің қайдан келесің? Екіншісі: мен Алла разылығы үшін жақсы көретін мұсылман бауырыма барып келе жатырмын деп жауап берді. Қажылыққа барған мұсылман: сен мұсылман бауырыңмен жүздескендегі алған сауабыңды қажылық сауабымен айырбастар ма едің деп сұрайды. Мұсылман бауырына барған адам басын төмен қаратып біраз уақыт үнсіз қалады. Сол кезде ол: мұсылман бауырыңа баруың Алланың алдында 100 еселенген нәпіл қажылық сауабынан артық деген дауыс естиді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім мұсылман бауырымен жүздесуге барса, онымен бірге 70 000 періште еріп жүреді дейді. Имам Аш-Шарани Құдуссиру ұстазы Али Әл-Хауастан Құдуссиру: қазіргі уақытта мұсылман бауырыңа барған дұрыс па, әлде оның маңыздырақ шаруасына кедергі болудан қорқып бармаған дұрыс па деп сұрады. Шейх былай деп жауап берді: әуелі ниетіңді дұрыста, сосын оның халін сұрауға бар. Тек пайда күнемдік мақсатпен барғандар ғана сөгіске лайық.